Ассалаумағалейкум, құрметті. Қақаған қыстың аязына қарамай, шілденің шіліңгір ыстығына қарамай мал бағып жүрген ағалар, таңмен таласа тұрып сиыр сауып, сүт тартып қаймақ алып, көбі пісіп қымыз жасап жүрген жеңгелер, жүн түтіп ұршық үйріп жүрген әжелер, саналы ғұмырын ат үстінде дала заңдарына бағына отырып мал бағуға арнаған аталар, және қалада тұрса да өз балаларына, өз ұрпақтарына: балам, сенің аталарың малшы болған, сенің аталарың мал баққан, адал нан тапқан деп мақтана айта алатын барлық қазақ азаматтары, сіздерді биылғы тәуелсіздіктің 30 жылдығына тұспа-тұс келіп тұңғыш рет тойланып отырған қазақ ауыл шаруашылығы еңбекшілері күнімен, қазақ малшылары күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әлі де ғылым мен ауылды ұштастыра алмай отырмыз. Биылғы Маңғыстау өңіріндегі қуаңшылық бәріміздің де жанымызға батты, қабырғамызды қайыстырды. Шынайы ғылыми көзқарастың болмауы біздің ең әлсіз тұсымыз осы. Алайда біздің ертеңгі күннен үмітіміз зор. Өйткені ата дәстүр менен заманауи технологияларды біріктіре алатын жаңа ұрпақ, өскелең ұрпақ өсіп келе жатыр. Мен Сарыбай Нұрғиса Қыдырбайұлы сіздерді қазақ малшылары күнімен шын жүректен тағы да бір рет құттықтаймын. Ендеріңізге саулық, еңбектеріңізге мол табыс тілеймін. Ата кәсіпті жалғастырар ұрпақтарыңыз мол болсын. Сіздермен бірге болған ғылым және ауыл арнасы. Аман сау болыңыздар.